Әуелі патшалық Ресей империясы, кейін кеңестік тоталитарлық жүйе оның атын атауға тыйым салып, халық жадынан өшіруге тырысты. Бірақ ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, оқтын елдің намыс отын тұтатып келе жатқан бұл есімді санадан бір жола сызып тастау мүмкін емес еді. Архив құжаттарына Кенесарының есімі ертелік еді. Бірақ оның өз қолымен жазған хаттары көтерілістің басталуымен тұспа-тұс келеді. 1838 жылы Ресей патшасына жолдаған алғашқы хаттарының бірінде ол императорды атасы Абылай хан заманында екі ел арасында орын алған бейбіт қатынасқа және шекара есебінде қабылданған межеге қайта оралуға шақырады. Сіздің ата-бабаларыңыз бізде, менің атам Абылай хан билеп төстегенде халық тыныш өмір сүрді. Оған ешпенде қол сұққан жоқ. Менің марқұм атам Абылайдың елігіне кіретін өңірде сіздің адамдарыңыз 8 дуан ашқанына қатты қынжыламыз. Барша қырғыз халқына қысымды тоқтату және бұрынғы тыныш өмірді қалпына келтіру үшін сізден, ұлы патша, өмірімізге қол сұқпауыңызды, 8 дуанды және басқа да даламызда салынған қоныстарыңызды жоюды, өзіңізден өтінуді бақыт санаймын. Әйтсе де, Ресей 19 ғасырдың 40 жылдарында Қазақстанның территориясына басып кіріп, оның орталық аудандарына қарай жылжи бастады. Енді патша өкіметінің алдында Қазақстанның Ресейге қосылуын толық аяқтап, оны Орта Азия хандықтары мен Алатау қырғыздарына шабуыл жасайтын плацдармға айналдыру міндеті тұрды. Патша әкімшілігі қазақ даласын отарлауда сұлтандар мен төрелердің әлсіз тұстарын шебер пайдаланды. Барлық игілікті солардың басына үйіп төкті. Олардың жеке меншігіне кейінгі жұрағатына мұра етіп қалдыратын құнарлы жер бөлінді. Олар аға сұлтан, болыс, би сияқты әкімшілік қызметтерге тағайындалып, сол үшін алтын күміспен ақал. Кенесары ұлан байтақ қазақ даласының әр тұсынан бұрқ етіп көтерілген шашыраңқы ереуілдерді біріктіріп, бір арналы тұтас халықты қозғалысқа айналдырды. Ол Ақмола, Көкшетау, Қарқаралы округтеріндегі дуандарға, бекеттер мен разъездерге жүйелі түрде шабуыл жасап, дұшпанның жабдықтау, қарым-қатынас көздерін жайпап, жоя берді. Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалысына 300-дің халқы түгел қатысты. 1841 жылдың қыркүйегінде қазақ рулары бас қосып, ата-баба салтымен Кенесарыны ақ киізге отырғызып, хан көтерді. XIX ғасырдағы тарихи құжатта Кенесары қазіргі Түркістан жерінен Ташкентке дейінгі аралықты толық, Семей өңірінің жартысынан астамын, кіші жүздің бір бөлігін және Сібір мекемесі қырғыздарының ішкі ордасын өзіне бағындырды және олардың толық билеушісі болды деп жазылған. Кенесары өзі құрған мемлекетте ілгерішіл, маңызы бар реформалар жүргізуге тырысты. Ол елді біріктіруге, қазақ мемлекетін нығайтуға күш салды. Көтеріліс қанатын кең жайып бара жатқан соң, патша әкімшілігі Орынбор мен Омбы жақтан далаға жазалаушы отрядтар жіберді. Олар Кенесары көтерілісіне қатысқан 200-ден астам ауылды тонап, адамдарын аяусыз қырып, малдарын айдап кетеді. Кенесары патша әкімшілігіне жазған хатында: біздің ауылымызды 15 рет шауып кетті. Соның салдарынан біздер, қазақтар мұндай қысымға, талан-таражға, кісі өлтірушілікке шыдай алмай, қолға қару алдық дейді. Осыдан кейін Кенесары шешуші қимылдарға көшіп, Ақтау, Ақмола қамалдарын жермен жексен етеді.
1844 жылы тамыз айының ортасында Екатеринск станциясын қоршауға алып өртеп жіберді. Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтеріліс 7 жыл бойы патша өкіметіне бой бермей, уақыт өткен сайын байтақ қазақ елінің жаңа аймағына жайылып өрши берді. 1845 жылы Ресей Кенесары мекендеген аймақтың дәл ортасына, Ырғыз өзені мен Торғай бойына қуатты екі бекініс салды. Міне, осыдан кейін көтерілісшілердің алыстағы қазақ руларымен байланысуы қиындап кетті. Кенесары барлық рулардың өкілдерін жинап, кеңес өткізіп, көтеріліс салмағын Ұлы Жүз жеріне қарай көшірмекке бел байлайды. Кенесары ата қонысынан ауғанда Досқожа жырау: «Қатарыңнан артықсың, қайраты түпсіз тереңім, атаңыз жаулап өтіпті қалмақтың уса сереңін. Біз қоныстан кеткен соң, көреміз бе дүние-ай мына жатқан есілдің көгерай тартқан өзенін. Аман бол, қалдың көгеріп, бастары саумал тауларым, кетемін деген есте жоқ, көшірді дұшпан жауларым» деп жырлаған екен. Патша өкіметі Кенесары көтеріліске Ұлы Жүз қазақтарында тартама деп қорықты. Генерал-майор Вишневский Батыс Сібір генерал-губернаторына бүлікші сұлтан Кенесарыны қырғыздар сеніміне ие болғызбауға және оны сол жерлерден қууға, ал мүмкіндік бола қалса, оның өзін ұстауға қолынан келетін шаралардың бәрін қолданатынын айтып уәде берді. Сөйтіп, 1846 жылы Кенесары Жетісуға аяқ басқан кезде, Ұлы Жүз қазақтары Ресей қарауына бодан болып кіріп, оның қасқа мен жайсаңдары орыс өкіметіне Кенесары Қасымовтың өзін де, оның жақтаушыларын да жау деп есептейміз, олармен ешқандай қарым-қатынас жасамаймыз деп ант су ішіп уәде берген болатын. Кенесары қырғыздың бас манабы Орманға елші салып, ортақ жаумен шайқасу үшін қазақ пен қырғыздың басын біріктіру жөнінде ұсыныс жасайды. Алайда келіссөз нәтижесіз аяқталады. Себебі патша әкімшілігі бұл мәселенің алдын алып, қырғыз манаптарын қолпаштап, шендерін өсіріп, Кенесарыға тізе қосып қарсы тұруға көндіріп қойған болатын. Сөйтіп, 1847 жылы Кекілік Сеңгір тауының етегіндегі Майтөбеде болған соғыста Кенесарының 20 мың қолына қырғыз манаптарының 40 мыңнан астам қолы қарсы аттанды. Шайқастың алдында Рүстем мен Сыпатай қол астындағы 12 мың жауынгерімен Кенесарыдан бөлініп кетті. Сөйтіп ханның қолы өшіккен жаудың қоршауында қалып қояды. Шайқастан соң Кенесары мен оның ең жақын серіктері адам жаны түршігерлік азаптаудан кейін қатаң жазаланады. Қырғыз манаптары Ормон мен Жантай өлтірілген қазақтардың бастарын Қоқан ханына сыйлыққа жібереді. Бұған капитан Рыльцовтың күнделігіндегі «Мен Ташкентте қара қырғыздардың басшыларға сыйлыққа жіберген, екі арбаға тиелген Кенесары адамдарының бастарын өз көзіммен көрдім» деген сөздері дәлел. Кенесарының қазасы қазақ халқына ауыр тиді. Көтеріліске қатысқан Нысанбай жыраудың жоқтау жыры кең далаға Кенесары батырдың қазасын естіртіп кете барды. Зарлаған домбыра үні барлық дүниені бұлықтырды. Тыңдаушылар жүзін жас шулды. Бүкіл табиғат осы әнмен бірге жылап тұрғандай болды деп жазды осы оқиғаға куә болған тарихшы Панферов. Он 19 ғасырдың өзінде Кенесарының көтерілісіне байланысты көптеген еңбектер жазылды. Авторлар Кенесары өз халқының тәуелсіздік үшін күрескенін паш етіп, оның қолбасшылығы мен батырлығына жоғары баға береді.
Осы еңбектерде Кенесарының қазасына байланысты да әр түрлі болжамдар айтылады. Ал оның сүйегінің қайда қалғаны туралы дерек жоқтың қасы. Бір 1884 жылдары шамасында Сыздық Кенесары ауылы әкесінің сүйегін сұрап қырғыздарға барады. Олар 11 жыра деген жерге көмілген еді. Нақты білетін адам өліп қалды деп екі-үшті жауап береді. Кенесарының соңғы шайқасында қырғыздар жер ерекшелігін тиімді пайдаланады. Ұрыстың бір қызған кезінде қырғыз әскерлері қашқан болып кейін шегінетті, мына саздақты айналып өтеді. Ал қазақ сарбаздары осы жерде кідіріп қалғанда, қырғыздар жан жақтан қоршап Кенесарыны қолға түсірген. Алмалы-Сай ауылы, Кенесары жерленген жер. Кеткендіктен соғышқанға шайманы жетпей қалған. Кенесарыны қармаған қырғыздың жігіттері ушул Алмалы айылдың тегерегінде жашашқан. Ушу жерге аны қармап, 10 күн қармап тұрышқанда баяғы мұның тағдырын қандай біздің білермандар шешеттер. Өзіңіздер білесіздер, Кенесары айтқан ханыңарға жоғықтырғыла деп. Орман хан мен аны менен маға көргөспөгілі, өзіңер білгеніңерді жазағыла деп жооп бергенден кейін алар аны түшінген Кенесарының көсін тамам қылыш керек екен. Ошонун негизинде алар Кенесарының башын алып жазалап, анан ушул жакын эле жерге алыска барбастан ушул жакын эле айыл жылгалардын бирине жашырышкан. Ошон үчүн ушул жерде экенин бул анык, ушул аймакта экенин. А бирок кайсы жеринде, нарак жагындабы, же бияк жагындабы, аны табыш өтө кыйын. Әуелі жазалауға Кенесарыны алып шықты деп жазады тарихшы Бекмаханов. Қырғыздар Кенесарының кеудесінен жүрегін жұлып алғанда, оның жүрегінің жұмырбасты пенденің жүрегіне ұқсамайтынын көріп, таң қалады. Жүрегінің түгі бар екен, мұндай адам 1000 жылда бір туады ғой деп өкініш білдіріпті. Кенені өлтірген адамдар кейін әр түрлі жағдайда қазаға ұшырап, арттарында ұрпақ та қалмапты. 1848 жылы қырғыздың Қалығұл деген биі Лебедевтің әскери жасағының қолдауымен Кенесарының басын алып, Омбыға аттанады. Қалығұл мен Омбы губернаторы Горчаковтың арасындағы болған әңгіменің хаттамасында Кенесарының басын кесіп әкеліп берген үшін ол күміс медальмен және алтын қылышпен марапатталды деп жазылған. Ружье фитильное, гладкоствольное, Средняя Азия, конец 18-го, начало 19 века. Ружье принадлежало Кенесару Касымову, руководителю вооруженной борьбы казахов против России первой половины 19 века. Передано в Музей Западной Сибири в 1882 году генерал-губернатором Степного края Колпаковским. Горчаков Кенесарының бас сүйегін Омбының сол кездегі генерал-губернаторы Густав Христофорович Гасфордқа береді. Бұл Гасфордтың архивтен табылған күнделігіндегі өз қолымен императорға жазған хатынан белгілі. Онда ол,
Бунтарская голова Кенесары Касымова находится у меня под железным замком. Переданные князем Горчаковым направляю к вашему величеству деп жазыпты. Генерал-губернатор Густав Гасфард Кенесарының бас сүйегін темір торға салып сақтауына қарағанда, ханның жансыз басының өзі оның бойына қорқыныш тудырған болса керек. бір 1849 жылы Кенесарының бас сүйегі Омбыдан Петербургке жіберіледі. Империяның отарлау саясатына қарсы шыққан басқа ұлт өкілдердің басын кесіп сақтау Петр заманнан бері келе жатқан үрдіс еді. Ол үшін арнайы қоймалар, музейлер ұйымдастырылды. Қазан төңкерісіне дейін Эрмитаждың Батыс Сібір ғажайыптары деп аталатын залында Степной бунтарь Касымов деген жазуы бар шыны қобдишаға қондырылған кісі басының тұрғанын 20 ғасырдың басында өмір сүрген қазақ зиялылары кейінге дейін айтып келген екен. Ұлы Отан соғысының алдында Петербургтегі Петр атындағы Кунсткамераның директоры академик Арбели, академик Әлкей Марғұланға Кенесарының басын көрсетіпті. Бұл Марғұланның өз аузынан естіген адамның әңгімесі. Ұлы Отан соғысы жылдары Кунсткамерадағы құнды экспонаттар зардапқа ұшырамас үшін басқа қалаларға, музейлерге көшірілген. Ал кейін кеңес өкіметінің қаулысымен ол заттар белгілі бір мұражайларға, ғылыми зерттеу орталықтарына бекітіліп, солардың игілігіне айналған. Кунсткамераның антропология бөлімінде 60 мыңнан астам адамның бас сүйектері сақталып отыр. Олардың ішінде Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфард қазақ жерінен жіберген бас сүйектерде кездеседі. Адамның бас сүйегіне қарап, оның түрін, жасын, сонымен қатар сол ұлттың өкіліне тән басқа да қасиеттерін анықтауға болады. Отарлаушы озбыр күш тек кеңістікті ғана емес, халықтардың жан дүниесінде жаулап алуды мақсат тұтты. Сондықтан Кенесары сияқты ұлық тұлғалардың бас сүйегін сақтау патша өкіметіне өз үстемдігінің кепілдігіндей болып көрінді. Біз тапқан ең соңғы бір дерек Сталин қол қойған министрлер кеңесінің қаулысындағы 194 бапта голова казахского хана Кенесары Касымова хранить как лабораторный экспонат деп жазылған құжат. Бір ғасыр бойы сақталған Кенесарының бас сүйегіне Сталиннің соғысы уақытында көңіл бөлуінде бір сыр бар сияқты. Соғыс кезінде ел арасындағы ақын жыраулардан халықты фашизмге қарсы жұмылдырып, жастарды патриоттық рухта тәрбиелейтін ауыз әдебиетінің үлгілері жазылып алына бастайды. Нысанбай ақын шығарған Кенесары Наурызбай жырының хатқа түсуі де осы уақытқа тұспа тұс келеді. 1941 жылы
Сталин Ақсақ Темірдің сүйегін қазып алу соғыстың басталып кетуіне себеп болды деген сөз қаулап тұрған кезде оны қайта жерлеуге бұйрық береді. Кенесарыға қатысты қабылданған қаулыға да осы оқиғалар тізбегі әсер етті ме екен деген ой келеді. Кенесарыға қатысты ең соңғы құжат осы. Қаулыдағы лабораторный экспонат деген сөз көңілге үміт тудырды. Герасимов атындағы Ресей ғылым академиясының антропология лабораториясы. Мұнда Ақсақ Темір, Ұлықбек, Алашахан және басқа да тарихи тұлғалардың бас сүйектерінен олардың мүсіндері жасалып қойылған. Осы жерде Кенесарының атасы Абылай ханның да мүсіні тұр. Материалы со всего Казахстана. Ну, это надо конкретно просто смотреть по номерам, там, по документам, какие конкретные могильники. У нас там были гунны, карлуки, там, монголы, ну, разные представители разных народов. Вот. Но это надо мне поднять документацию. Просто кто-кто. Тут есть целый раздел, посвященный лаборатории вообще антропологической конструкции. Показано. Бір ғасыр бұрын шахид кешкен бабамыздың бас сүйегі қайда сақталса да, әлі күнге дейін отаршылдық пиғылға үздіксіз үрей шашып тұрған секілді. Азаттық аңсарлы халқымызға мәңгі мұқалмас рух биігін мегзеп тұрғандай. Кенесарыны жазаға тартар алдында қырғыздар «Қандай арманың бар?» деп сұратты. Сонда Кенекем: «Қазақ пен қырғыздың басын қосып, орысқа қарсы шыға алмадым. Ұлытауда қалған қан қазынасының құпиясын ашпадым. 10 жыл бойы жанымда еріп, жаумен соғысқан бопай қарындасымды құтты орнына қондыра алмадым» деген екен. Артта қалған хан ұрпақтары патша әкімшілігінен, кейін кеңес өкіметінен қуғын көріп, көп жапа шекті. Атамыздың 200 жылдығына арналған тойға Көкшетауға бардық. Біз үшін ол бір ғажап, сондай бір ғажап оқиға болды. Ол бұрын егерден атауға ешкім аузы бармай жүріп, енді кейіннен міне осындай екен, қазақтың тарихы осындай болған екен, қазақта тәуелсіз үшін күрескен екен, осындай батырлары, хандары болған екен деген, әрине ол үлкен мақтаныш. Үлкен мақтаныш. Бүгінгі азат қазақ даласының асыл төрі, ару астананың осынау тарихи мүйісінен халқының теңдігі жолында тепкілесе шайқас салған, сол үшін ең көп тауқымет тартып, ең көп қиянат көрген, ұлт жүрегінен мәңгілік орын иемденген ғазиз бабамыз Кенесары ханның тұлпарына қайта мініп, тілегіне жеткен армансыз халқының азат дәуреніне құтты болсын айтып, елдікке, бірлікке, жарастыққа, жасампаздыққа шақырып, қыран көзімен қиырларды шолып тұрған асыл бейнесін қайта тірілтуді лайықты деп тапты.
Бұл сапарымызда Кенесары бабамыздың бас сүйегін таппасақ та, елдік көксеген ерлік рухын тап.